Құрметті әріптестер, міне сіздер сабақтарыңызда осындай презентация жасауларыңызға болады. Мысалы, көрдіңіздер ме, жылжымалы презентация. Мысалы, мен жаңа сабағымда қолдандым. Біз Қалмақан Әбдіқадыровтың шығармасын Қажымұқан повесін оқып жатырмыз. Соған байланысты қызығушылықты ояту сұрақтары, жылда пайдаланатын дүние, дайын дүниені де пайдалануға болады. Біреудің дайын дүниесін жасаған. Енді уақыт болмағанда біреудің дайын дүниесінде осы платформадан қарап алсаңыздар болады. Осылай YouTube'дан қоссаңыз болады. Жұмысты қосуға болады, үзінді келтіруге, көрдіңіз бе, әртүрлі дүние жасауға болады.